сөзің асыл баға жетпес, әр сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес. Шәкіртім баласындай қадірлеген, ұстазым мың алғыста саған жетпес. Біздің ұлағаттыда мейірімдіде мұғалімдеріміз. Біз сіздермен мақтан тұтамыз. Біз сіздердің арқаларыңызда жазуды, оқуды бәрін үйрендік. Бізге сіздердің әрқашан күлімдеп, жылы жүргендеріңіз де жеткілікті. Сіздер біздің екінші аналарымызсыздар. Және де біздің екінші ағаларымыз да, әкелеріміз де бар. Маған білім үйреткен Әлия Гүлде апайым, тәрбие мен білімді үйреткен де апайым. 好，大家，我是用这个感恩节的时间，想感谢教育我的爸爸妈妈和老师、班主任和我的亲人。我希望你们长命百岁，永远幸福和健康。 Құрметті ұстаздар, сіздердің осы келе жатқан алғыс күндеріңізбен құттықтаймын. Сіздер осы күнге дейін бізге әліппені үйретіп, қателестік кешіріп, әрқашан қолдап жанымызда жүрдіңіздер. Сосын сіздерге мың алғыс. 1 марта мы отмечаем День благодарности, День спасибо. День благодарности напоминает нам о том, как необходимы слова благодарности в повседневной жизни. Алтынай апайды құрметтейміз бәріміз, Жұлдыз апайды сыйлай тұғын бәріміз, Аржан апайға мың алғыс айтамыз бәріміз. Анашым ешқашан ауырмаса екен деймін, менің бар арманым сол ғана. Алғыс деген жай ғана бес сөзден тұрғанмен көп ұғымды білдіреді. Мысалы, сыйластық, қимастық, сүйіспеншілік, мейірімділік. Алғыс айту адам бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Ұстазым сөзін асыл баға жетпес, әр сөзін мың жыл жүрсе дәмі кетпес. Шәкірт баласындай қадірлеген, ұстазым мың алғыста саған жетпес. Teachers and dear students, I want to say thanks for these people in 1st of March. The 1st of March is the day to say thanks. Thank you, my dear teacher, for teaching me everything. Thank you, my dear friends, for being in my side. Thank you, my dear parents, for giving me all you have. Неге берген отбасым, білім дәрмен сусындатқан ұстазым, жақындарым, жанашырым, достарым, алғыс айтып бас иемін, бас жағам.